Армысыздар менің алтын көрермендерім. Бүгін ақша кармасын және оны жақсарту жолдарын көретін боласыздар. Сіздің туылған күніңіз сіздің қанша ақша табатыныңызды айтып бере алады. Туылған күніңіз арқылы сіздің қаншалықты ақша кармаңыздың негативті я болмаса позитивті екенін анықтауға болады. Жалпы ақша кармасын қайдан шығатынын, оның түзеу жолдарын білгіңіз келсе, осы видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырауын басып кетіңіз. Сіз бұл арнадан тек қана карма жайлы емес, сонымен қатар нумерология, психология, эзотерика жайлы да мағлұмат, ақпарат алатын боласыз. Ақша кармасын түзеу арқылы сіз өзіңіздің өміріңізді ғана емес, артыңыздан ілесіп келе жатқан ұрпақтарыңыздың да өмірін түзей аласыз. Ендеше іске көшейік. Қолдарыңызға қағаз, қалам алыңыздар. Нумерология бойынша есептеуді бастаймыз. Экранға назар аударыңыздар. Ең алдымен өзіңіздің туылған жылыңызды жазасыз. Содан кейін әрбір санын бір-біріне кезекпе-кезек қосып шығатын боламыз. Яғни 1 қосу 4, қосу 0, қосу 6, қосу 1, қосу 9, қосу 9, қосу 8 тең 38 шығады. Бұл бірінші сан. Екінші санды есептеу, ол мына жақта шыққан 38 деп тұр ғой. Осыған бір-біріне қосамыз. 3 қосу 8 дейміз, ол 11 болды. Енді үшінші сан 38, яғни бірінші саннан аламыз 2-ні. Содан кейін оған көбейтеміз, туылған күніңіздегі бірінші санды көбейтеміз. Яғни ол жақта, мысалы сіз 6-сы туылған болсаңыз, онда 6 деген цифрды аламыз. 0-ді алмаймыз, 6-ны аламыз. Міне 38 минус 2 тең 36, бұл үшінші сан. Төртінші санды білу үшін үшінші саннан шыққанды бір-біріне қосамыз. 9. Енді келесі шық. Ол туылған жылыңызды ешқандай нүктесіз жазып шығасыз. Және де астына кезекпе-кезек осы шыққан 4 санды жазамыз. Яғни 38, 11, 36, содан кейін 9. Содан кейін осы қаржы 3 бұрышын сызамыз. Ең бірінші сан ол 4 болады. 4 бұл жерде қанша 4 көріп тұрсыз? 4 деген сан. Бұл жақта біреу-ақ. Бұл жаққа 1 4 деп жазасыз. Екінші сан ол 5. 5 деген сан бұл жақта жоқ. Сондықтан 0-ді қоямыз. Үшінші сан 6. Бірінші қатарда 6 бар. Екінші 6. 2 6 көріп тұрмыз. Сондықтан 2 6-ны жазамыз. Міне бар болғаны осы ғана. Енді қазір біз анализ жасауға көшеміз. Енді сізде қандай қаржы кармасы бар екенін анықтайтын боламыз. Егер қаржы үшбұрышында ешқандай сан шықпаса, яғни барлық жағы 0 болса, бұл жоқшылық кармасының бар екенін білдіреді. Сіздер бірақ одан қорықпаңыздар. Себебі бұл кармамен де өмір сүруге болады. Сіздегі минус ақша қалай келеді, солай кетіп қалуы мүмкін. Яғни қанша ақшаңыз болса да пайдалы іске жарамайды. Яғни берекесі жоқ. Тіпті сіз ақша таба алмауыңыз да мүмкін. Яғни өзіңіздің еңбегіңізден ешқандай ақша ала алмауыңыз мүмкін, не болмаса өзіңізді дұрыс бағаламауыңыз мүмкін. Себебі өз еңбегіңіз үшін ақша сұрай алмайсыз. Яғни өзіңіздің еңбегіңізді өзіңізді бағаламайсыз. Сонымен қатар сіздің самооценкаңыз өте төмен. Бұл жайлы бөлек видео болады. Егер бір сан шықса, ол кедейшіліктің кармасын көрсетеді. Бұл карма енді алдыңғы кармадан қарағанда едәуір жақсырақ. Себебі бір санның шыққаның өзі адамның қаржы сауаттылығына ықпалын тигізеді. Бұл кісі өз-өзін асырай алады, әрине үнемдеудің арқасында. Бастапқыда өз бетімен өмір сүріп кетуге мүмкіндігі бар. Бірақ жаңағы ақша жинау, салым салу бұл кісіге қиынырақ болуы мүмкін. Бірақ бір қуантатыны, бұл кісіде ешқашан ақшасы 0 болып қалуы мүмкін емес. Ондай жағдайға түспейді. Ал егер сізде 2 сан шықса, онда ақша өзіңізге де жетеді және жинауға да қойып қоя аласыз. Сіз өзіңізге демалыс сыйлай аласыз және де қалағаныңызды алуға қауқарыңыз болады. Бірақ естеріңізде болсын, бұл орта деңгейдегі ақша кармасы болып табылады. Яғни сіз оңды солды жарата алмайсыз. 3 саны шықса, онда бұл өркендеу кармасын көрсетеді. Ақшаға деген қарым-қатынасыңыз өте жақсы. Сондықтан осы өмірде өзіңізді бай адамдардың санатына жатқыза алуыңыз әбден мүмкін. Егер 4 сан шықса, онда бұл байлық кармасы болып табылады. Ол ақша энергиясымен жұмыс жасап,
қолдануыңызға міндеттісіз. Бұл кісіге ақша табу өте оңай, сондықтан да ақшаны басқаруды, бай болуды өте жақсы біледі. Қаржы кармаңызда 5 не болмаса одан да көп сан шықса, онда бұл қазына байлық кармасын көрсетеді. Бұны айтпаса да түсінікті. Енді анализ жасап, жақсарту жолдарын анықтаймыз. Егер 4 деген сан мүлде жоқ болса, я болмаса біреу ғана болса, бұл кісіде тұрақтылық пен төзімділік жоқ деген мағына. Ақшаға келгенде дұрыс шешім қабылдай алмайды, өзіне дұрыс қамқорлық жасай алмайды деген сөз. Сондықтан кармаңызды жақсартамын десеңіз, алдымен тұрақтылық пен төзімділікті танытып, бастаған ісіңізді соңына дейін апаруға тырысыңыз, өзіңізге қамқор болыңыз. Егер 5 жоқ болса, я болмаса біреу ақ болса, сізге ақшаны ақылмен жаратуды үйрену керек. Қашанда соңында не болатынын ойлап, қорытынды жасап жүріңіздер. Бұл кезде ұтылмайсыз. Мысалы, сізде көлік сатып алуға ақша болғанымен, оған құятын ақша болмауы мүмкін. Яғни, көліктің бензині бар, техосмотры бар, налогы бар, СТО-сы бар дегендей, соның барлығын ойлап, содан кейін ғана жаратыңыз. Егер 6 жоқ болса, не болмаса біреу ақ болса, бұл адамдарға қолмен жұмыс жасау, жалпы қолөнер жұмысы өте таңсық болып табылады. Өте жалқау, бірақ өзінің айналасындағы тазалық ұнайды. Бұл карманы жақсарту үшін өзіңізді еңбекке баулыңыз, қолмен көп жұмыс істеңіз, үй тірлігімен айналысыңыз. Бар болған сол. Ең бір кішкентай, бірақ өте пайдалы кеңес, ол қолыңызға қанша ақша түссе де қуана біліңіздер. Яғни алғыс айтасыздар, алғыс сезінесіздер. Алғыс сөзі жалпы эзотерикада ең әдемі сиқырдың бірі болып табылады. Келесі сабақта қаржыңызды жақсартатын 10 эзотерикалық әдісті айтатын боламын. Ол үшін бүгінгі сабаққа пікір жазып, лүпіл басып қойыңыздар.